Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін өте оңай текст дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет. 200 грамм қант. Миксер болса миксерлейміз, болмаса вилкамен немесе венчикпен жасай берсеңіздер болады. Екі жүз грамм маргарин және 200 грамм майонез. Жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Және 240 грамм ұн қосамыз. Оған жарты шай қасық сода, ас содасы. Жақсылап араластырып, миксерімізбен бір келкі масса дайындаймыз. Енді менде осындай кекстің ыдыстары бар. Осыларды майлап, ішіне мейіз қоссаңыздар болады, немесе грех жаңғағын қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған отта, яғни 180 градуста 25 минутта пісетін өте оңай кекс. Жасап көріңіздер.